өнер бізді біріктірді. Біз әлемді жақсы көреміз. Осыдан 10 жыл бұрын 2009 жылы қазан айында Өмір гүлі ансамблі құрғанмын. Бұл ансамбльде ерекше жандар ән айтып, би билеп, қол өнермен айналысады. Өзім ерекше жан болғасын, осындай балдарды жинап, адамдарды сол жаңағыдай өз-өзіңді жоғалтпау үшін, төрт қабырғада отырып қалмау үшін осындай себеппен аштым. Өйткені біздер енді өзіміз ерекше жан болсын, көп ешқайда шықпаймыз. Осындай бірдемемен айналыспасақ болмайды. Сондықтан өзімде әрі жаңа спорт жағына барып, және осындай ансамбльді құрып, өзім сол себеппен айналысып кеттім. Өмірде әкелерің бар ма? Тек сендер ғана лайықсың. Сол биыл бізге 10 жыл болып жатыр. 10 жылдың ішінде біздің балдар деген көптеген конкурстарға қатысып, лауреат атағына атанды, гран-при иелері болды. Және жаңа облыстық, республикалық конкурстарға, байқауларына қатысып, жүлде орындар алып, жаңа шетелге жаңағыдай путевка алып жатырған балдарымыз бар. Біздің ансамблімізде жаңағыда 60-тың үстінде балалар бар. Оның және кішкентай 3 жасынан бастап 70-80 жасқа дейін әрі өзінің ерекше жандар бар. Жалпы біздің орталықтың мақсаты баланы музыка әлеміне енгізу. Жаңа балаға үйрету, ән айтып, би билеп. Осы дайындықтың арқасында балалардың деген денсаулығы жаңа жасарды. Жаңа көз көру, есту, қозғалу деген сияқтылар балдарға денсаулығына жаңағыдай көмек беріп, балдарымыз жақсы болып келіп жатыр. Бұл балдар менің бақытым. Мен оларды бәрінде жақсы көремін.